Баршаңызға сәлем, өте дәмді және де өте тез бүгін дымляма дайындайтын боламыз. Қазанға май құйып, окорочкамызды немесе етімізді осылай турап салып, кішкене қуырамыз. Одан кейін үстінен тұз және де бұрыш қосып қуырыңыздар. Сонда біздің тауығымыз дәмді болып піседі. Одан соң үстінен пиязды қосып, тағы да екеуін қуыратын боламыз. Екеуін қуырып болған соң, менде осындай қатырылған болгар бұрышы бар. Одан кейін сәбізді осылай турап саламыз. Одан кейін біздің картошкамызды және де чеснокты осылай майдалап турап қосамыз. Одан кейін картоптың үстінен тұз қосып және де бұрыш қосып, мен лавр жапырағын қосқанын жақсы көремін, сондықтан лавр жапырағын қосамыз осылай. Одан кейін капустамен бетін жабамыз. Полный бетін капустамен жабамыз. Одан кейін 1 стакан немесе 1,5 стакан су құйып, бір қайнатамыз. Бір қайнатып болғаннан кейін астын ең төменгі отқа қойып, 1 сағаттай бұқтырамыз. Мінекей осындай өте дәмді, сочный, сулы болып осындай керемет дымляма пісіп шықты. Бізге өзімізге қатты ұнады. Барлықтарыңызға жасап көруге кеңес беремін. Одан кейін осылай лавр жапырақтарын алып тастасаңыздар болады. Одан кейін ол керегі жоқ. Мінекей өте сулы болып шықты. Суына нан батырып жесеңіздер керемет болады. Баршаңызға ас болсын. Сіздермен бірге болған Таңшолпан. Менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып, белсенді болып отырыңыздар. Баршаңызға рахмет.